классны бітірдім, 5 классны бітіре алмадым. Школамызға 5 метр қалғанда бомба ташладылар. Шондай балабан бомба ташлағандар, ішінде машина түсті, даже көрінмеді. Біз бала болып барып қарасақ, балабандар бармаңыз, бармаңыз деп нетелер. Директор школаны жапты. 700 баланы мен өлдіртмеймен. Кешесі біздің үйге бір дәне солдатын салдылар. Анау солдатыны ненем анау-мынау пұшырып, анау-мынау сыйлай. Солдат айта, шыға жағымызын айтмай. Ой, жалқа, дедушка деп бабам айта бере, жалқа сізге деп айта бере. Сіз Қырымдан шыға жақсы демей. Таңда сәт 5-те дабыр қапыларын қақтылар. Сын деді, сізлерні 30 dakika уақыт деді. Сізлерні мынан шығараятырлар деді. Сын біз бабаммен екіміз башладық жиыштырмаға. Екен тәтәм ақайы қауғада еді. 2 дәне мектебі келді, город Запорожье демен деп. Тәтәм анау мектептің жембиданға салған, барада оқи, баласы 1,5 yaşında қындақлаған қолын алып жүре, бек көп şey алып шықтық. Шықмадық. Біздің вагон 8 нөмер еді, емжемлерін 12 нөмер еді. Вагон тоқтады, мен оларға барып отыра тұрған едім. Сондай вагонларын қапысын жаптылар, нефес алмақтың шәресі жоқ. Көйдешіміз келіп, совхозға барайық, совхоз яқшы рабочыларға yarım kilo өтмек бере. Ішлемегенерге 200 грамм деді, сын совхозға көштік. Декабрның 31-інде өлді, 45-ші жылы. Айтты, тәтәм 2 ұлы келмесе деді, өлім жимаңыз деді. Қартлар бек өлді, біз совхозда бір 30-35 тәне яш жауға төгіліп қалдық. Ана бабалары өлді. Оларны арабаға ата берелер ұрбаларымен. Барып трактор қаза, сонда барып көмелер. Ертеңнесін тада келелер, шақалар 1-2-сін ашаған деп. О, мектеп яза берген Қырымға, Румыниядан. Онда анау рус yazған, аналарны Өзбекстанға қудылар, мында татарлар біреу жоқ деген. Сын, Руста бір жеңгемізмен мектеп қатынаштыра екен. Сын, шундан сұрағаны Рус. Абылғанияңылы сізін сұрай. Деп. Сын, мына жеңгем айтқан, мектебін мында жебер, пұшырығынан біз танырмыз деген. Мен ақам пұшырығын таныдым, башладым мектеп yazmaға. Сын, ақам алған, ақам айтты, скоро наша улица тоже праздник будет деді.